Гөде салтанатты жиынға жиылған қадірлі де қымбатты қонақтар, Қазақстан Республикасының азаматы Ахмет Талғат Құрманғалиұлымен және де азаматшасы Жүнеспаева Айдана Даулет қызының неке қию рәсімін ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Құрметті жас жұбайлар, неке төріне басқан қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгінгі күн сіздер үшін ешқашанда ұмытылмайтын, әрқашанда еске алып жүретін бақытты күн деуге болады. Бүгінгі күн бір-бірлеріңізбен тағдырларыңыз қосылып, үлкен махаббат сыйланған күн. Тағыда неше жыл өтіп, сезімдеріңіз бен сенімдеріңізді дәл осылай көруге нәсіп етсін. Бүгінгі күн біріңіз ардақты әке, біріңіз аяулы ана, олар болашаққа қадам басқалы тұрсыздар. Осындай жауапты сәт алдында өздеріңіздің екі жақты келісіммен келіп тұрғандарыңызды тағын бір рет растауларыңызды өтінеміз. Құрметті Талғат мырза, өз жарыңыз Айдананың қамқоршысы мен қорғаншысы болуға, өмірдің қызығы мен қиындығында бірге болуға, ел ұрпағын бірге тәрбиелеуге дайынсыз ба? Құрметті Айдана ханым, өз жарыңыз Талғаттың адал жары болуға, махаббатына берік болуға, өмірдің қызығы мен қиындығында бірге болуға, ел ұрпағын бірге тәрбиелеуге дайынсыз ба? Құрметті жастар, өз сөздеріңізге сенімді болсаңыздар, неке сарайымыздың тіркеу кітабына қолдарыңызды қойып бекітулеріңізді өтінеміз. Бірінші салтанатты түрде күйеу жігітке береміз. Мархабат. Қошеметтеріңіз құрметті қонақтар. Қалыңдыққа береміз. Бүгінгі күн 26 желтоқсан 2021 жылы сіздердің некелеріңіз неке және отбасы кодексінің барлық тәртіп талаптарына сай заңды түрде бекітілді. Сіздерді осы сәттен бастап ерлі зайыптылар деп жариялаймыз. Заңды некелеріңіз құтты болсын. Отбасылық белгісі ретінде неке жүзігімен алмасуларыңызды өтінемін. Ал енді Айдана ханым, сіздің рұқсатыңызбен Талғат мырзаны отбасының отағасы ретінде құттықтап, алғашқы құжаттарыңыз неке қию куәлігін тапсыруға рұқсат етіңіздер. Құрметті жас жұбайлар, некелеріңіз құтты болсын. Бір-біріңізді сүйіп сыйлап өтіңіздер. Некелеріңіз берік болсын. Құрметті қонақтар, тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұласа берсін.